Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, режиссер, хореограф, дизайнер, модельер, продюсер Жадо ханым, келіңіз. Жадо ханым, тағы да қош келдіңіз дейікші сізді. Сәлеметсіздер ма? Өте қуаныштымын көргеніме. Сіздермен болғаныма деп па? Я бізбен бірге до конца жүрсіз ғой деймін. Я енді мен сіздердің бағдарламаларыңызды жақсы көремін. Сол себепті до конца боламын. Соңғыға дейін. Жақсы. Негізі шынымен де өте әділ сарапшысыз. Қыздарымыздың жаңағы әділ баға береді деген ойдамыз. Сізге сенеміз. Жақсы. Береміз. Бүгін де біраз қатты болуға тырысамын. Дегенмен бірақ бұл көңіл күй тамаша болып тұр. Иә, жарайды. Тағы да қыздардан бүгін финал ғой енді. Қыздар бүгін дефилеге шығатын болады, әдемі көйлектермен шығатын болады. Енді біз неге мән береміз? Бүгін енді дефиле деп жатырсыз. Біз енді сән әлемінде болғандықтан, біз бүгін енді жүрісі, тұрысы, өзін сахнада қалай көрсететін, соған енді қараймыз. Көйлегі әрине стиль деп жатырмыз, жаңа макияжына, шашына, бірақ көбінесе жүрісіне, тұрысына қараймыз. Жүрісіне, харизмасы. Харизма ол сыра ғой, сыра. Негізі енді қыздарды жаттап алған шығарсыз. Иә, білеміз. Бір көмеріңіз бар ма? Бір қыз болса. Жоқ, бізге біріншіден болмайды. Екіншіден мен өзім бүкіл халық болсын, қыздарыма болсын, ер азаматтарыма бірдей қараймын. Менде өзім бір жақсы көретін адам жоқ бұл өмірде, өкінішке орай. Сондай ма? Жақсы, рахмет Жадо ханым, орныңызға жайғасыңыз. Ал келесі әділ қазы мүшесімен сіздермен таныстырсам, тележүргізуші, Бақыт кітабының авторы, психолог Мұхит Сапарбаев, келіңіз. Екеуміз сөйтіп амандасамыз өзі. Қалайсыз? Қалайсыздар? Керемет болып тұрмыз біз. Көңіл күй қалай? Бүгін дайын болып келдім сіздермен кездесуге. Сағынып, әлеуметтік желіні көрдім, қыздардың салғанын көрдім. Бүгін айтарым бар, сол себептен көрермендер де қыздарды дайын отырсын. Бүгін финал. Кішкене мектеп директоры деген образда келдім. Келесі төрешіміз Монро сән мектебінің директоры Мәди Ерсейіт, келіңіз. Керемет қыздардың образдарын тоже. Келесі төрешімізді ортаға шақырамын. Әнші қызымыз Дана Кентай. Таңдау керек деп. Мен мысалы өзім үшін емеспін деп. Вот содан кейін бітті, мен өзім үшін емеспін деп солай кеттім. Содан кейін ешқашан қатыспағанмын. Бүгін жалпы ұпай сандарын айтқан едік. Қазір мен бірінші қызымызды ортаға шақырайын. Ол ортаға шықпай тұрып, әуелі бүгінге дейін қандай өнерлерін дәл қазір Айшырақтың образымен байланысты не айта аламыз, төрешілер? Айшыраққа мен ойлаймын, әрқашанда осындай көйлекпен жүру керек секілді. Өйткені Айшырақтың қанша түрлерін көрдік қой жаңа оның алдында образдарын. Осындай нәзіктік бір образда да. Сондықтан да енді бүгінгі көйлегіңіз өзіңізге жарасымды, бірақ енді мүмкін мен басқа шамалы ашықтау болса екен деймін да. Бірақ көрдіңіз бе, Айшырақтың өзінің жаңағы іс-әрекеті, өзінің тәрбиесі сондай болғандықтан да мен ойлаймын осындай шамалы жабықтау, нәзіктеу образды киіп шықты. Айшырақ, көйлек бәрі жақсы, неге шаш үлгісін неге өзгертпейсіз жаным? Санда билегенде шошандап биледіңіз ғой, мысалы күшті да, бірақ мынау шашыңыз жаңа харизма бермеді да, жаңа іс-қимылдарыңызға бір дерзкий, потому что сіз неғұрлым, кешіріңіздер, осылай ғана жүресіз да, шаш үлгісін шамалы өзгертсеңіз күшті болады деп ойлаймын жаным. Ол кезде негізінде бірінші рет шашым түйген болатын. Негізінде көп жағдайда шашымды жайып жүремін. Көп жағдайда шашыма кудри жасайтын. Ол кезде бірінші рет жаңа биге ғой, бірінші рет сол шашым түйген болатын. Өзіме ұнады да, и бүгін де түйіп шығайын деп ойладым сол. Көйлекке келетін болсақ, енді кішкентай кезімізден Диснейдің мультиктерін көріп өстік қой, енді Золушка бар, Белоснежка бар деген сияқты осындай. Көйлек сізге жарасып тұр. Бәрі мен айтамын ғой, сізге күнде күйеуге шығу керек шығар деп. Осы көйлекпен жүру керек шығар деп. Рахмет. Мұхит мырза. Айшыраққа келетін болсақ, Айшырақ кішкене Жадо ханым дұрыс айтады, прическа, көйлек барлығы кішкене бір ересектеу, бір сізге бір жас қосып тұрған сияқты болып тұр да. Сіз жасыңыз қаншада? 33-те. 33-те. Бірақ бұл көйлек тағы да біраз жас қосып тұрған сияқты сізге. Сол себептен мен ойлаймын, мүмкін бұл жерде кішкене бір запрещенный метод жасап жатыр да қыздар бүгін. Барлығы қалыңдық көйлектерімен осындай тойға әзір болып тұр да. Және де біз енді неге баға берерімізді білмей жатырмыз, себебі бағдарламаның мақсаты сезім бағы болғаннан кейін өзінің сезімі табылған жігіттерді тауып кететін бағдарлама болғандықтан тойға әзір тұрған қызға бұл көйлекке қандай баға Барлығы осылай шығады, Мұхит мырза. Барлығы осылай шығады, қыздар енді өздерінің дене пішіміне қарай киім таңдады негізі. Той көйлек. Сол көйлектеріне баға берсек деп отқан. Түсінікті, бірақ кішкене бізге ауырлау болады сияқты бүгін. Айшырақ сізге кішкене зажатыйсыз да, өте қатты жинақысыз да. Бұл жерде ешқандай қауіп жоқ та, сізге денеңізге біраз денеңізді бостау жіберу керек, сосын эмоцияны шығара білу керек. Жарай ма? Не деген мотивация болып тұр? Ренжіген кезде ашуыңызды дер кезінде шығару керек, ана сөздерді жұтпау керек та. Жақсы. Дана? Енді сен өзің тойда жүрсің ғой? Жоқ, Айшырақ екеуміз не екенбіз? Құрдас екенбіз. Осы оқыған отырмын, әлі мен сияқты қызық. Бойдақсың ғой, бойдақ емессің ба? Ажырасқан.
Нормально. Жоқ, жас көрінеді кезім просто. Мен сен вообще кішкентай қыз екен деп отырғанмын ғой. Сөйтсем, жап-жас көрінесің, әп-әдемісің. Жаңағы Мұхит мырза айтып жатыр ғой, зерженный екен, жаңағыдай өте инабатты, ибалы қызды көрдім да мен. Мен осындай болғым келіп жатыр. Вот 26-тағы целым. Мен инабатты, ибалы болғым келеді. Мен ішімдегі жасырамаймын, өте эмоциональмын ғой. Соны халық көп жерден алып жерге салып жатады. Осы қыз бір шошаңдап андай болып тұрады екен деп. Сондықтан ең бастысы Айшырақ, вот ешкім айтқанын тыңдамау керек екен. В общем, мен сияқты слишком откровенный, эмоциональный болсаң да жақпайсың, сдержанный болсаң да жақпайсың. Главное өзіңе, вот өзіңе қалай ұнайды, өзіңді қалай жақсы көресің, солай қалай жақсы сезінесің, солай жүре бер. Рахмет. Дана, бұл жердегі сен енді аңқылдап бәрін айтып қоямын деп жатырсың ғой. Айшыраққа айтқаным, эмоциясын жасырған кезде өмірде бір ренжіп қалатын оқиғалар көп болады сияқты, мен солай сезіп тұрмын да. Сол дүниелерді жұтып жіберме деп жатырмын ғой. Психосоматикалық ауру болып қалуы мүмкін. Ол жағынан жақсы екен. Бірақ мен ол шыққан кезде жаңа Айшырақ маған ұнады сол. Сдержанный болып шыққан ұнады. Қызығып қарадым. Мен де балдарды шақ қойып бастайтын шығармын. Салыстырмалы түрде. Дефилеңіз енді көйлегіңіз тиіп жатыр, көрдіңіз ба? Жаңағы сізге көмек бермей жатыр да, өкінішке орай. Бірақ өзіңіз сонда күштісіз, ішкі дүниеңіз керемет да жаным. Ал енді көйлегіңізге келсек, шамалы жылтыр емес, бір однотонный матовый көйлек болған кезде сіз одан да күшті болар едіңіз. Жоқ, негізі мен өте көп свадебный салондар, магазиндармен жұмыс жасаймын модель ретінде. Осындай көйлекті мен киіп көрмеген, осы жолы осымен шыққым келді. Қай жері ұнады осы көйлектің? Қай жері ұнады? Формасы ұнады ма? Жылтырлығы Фасоны ұнады, что өзімнің талиямды жақсы көрсетеді, и фотосында осыған өзім подбирать еттім. Жарайды, өзіңізге жарасымды. Рахмет. Дефилеңіз жақсы. Рахмет. Подача жақсы. Күліп шығады постоянно. Рахмет. Жарайды, бір-бірлеріне сөз беріп жатыр ғой енді. Не істесем екен деген деп отыр ғой менде. Не ғой? Жаңағы Аружан бар ғой, алдыңғы шыққан. Содан кейін менде енді ой келді да, негізі сіздерде тапсырма бергенде тек қана Айжан тапсырма берген кезде свадебный көйлек кию керек болды деп айтыңдар. Ары қарай өздері біледі. Креатив қосуға болады. Не істесе де, иә. Сол алдыңғы қыздар жаңағы біріншісінен бастап төртінші қыздарға дейін осындай көйлектер киді ғой енді. Ол прокатта бар көйлектер бәріміз білеміз, барасың, аласың, сөйтіп келе салған сияқтысыңдар, иә. Вот кімнің алдында, сенің алдында шыққан қыз? Айжан. Сода кішкене ізденіс бар да. Сондықтан сол ғана болып тұр. Енді сендердің түрлерің ешнәрсе айтамын, бәрің әдемісіңдер. Бәрің фигураларың зор. 90-60-90. Просто көйлектерің енді жаңағы прокаттардан көріп жүрген көйлектер болып тұр да. Неге шамалы креатив қосуға болмады деп ойлап жатырмын. Или жаңа жыл келе жатыр, пробка анауына уақыт болмады ма? Жоқ, бағана айта кеткенімдей, көп көйлектерді негізі өзім киіп көрген болатынмын. Именно осы фасонда киіп көрмегеннен кейін осында осылай шыққым келген болады. Жарайды. Рахмет. Аружан, сіздің жасыңыз қаншада? 22 деймін. Жаным, сол 22 жастағы үрімдей жас қыз екенсің, бірақ бүгінгі сенің образың, көйлегің, шашың, мейкапың барлығы саған жас қосып тұр. Ересек көрініп тұрсың. Тағы да басқа бір героиня болғысы келеді ғой. Фотосессияға алу керек та, суретке түсу керек та, сосын бұл көйлектерді ұмыту керек. 2025 жылда отырмыз, бірақ атқа қарай кетіп қалып жатырмыз да қайта-қайта. Ретро оқиғаларға, ретро историяларға. Өткен шақ әрине жақсы, өткен шақты білу керек, өткен шақты бағалау керек, бірақ осы сәттегі вайбты сезінгім келеді. Өте әдемі қызсың, фигуран барлығы күшті. Басына фата тағып, ақ футболкамен, жыртылған джинсымен, кедімен шығып, мен осындай қалымдықпын деген кезде, ең жоғарғы баға сенде болар еді. Саған мына өзің жасынды сезінші деп айтқым келеді. Өзің жасынды сезін. Және де ересек әйел, ересек қыз болуға әлі асықпа. Үлгересің дейсің ғой, төрешілердің пікірлерін естідік. Негізі Аружан шынымен де басқа киім үлгілерін қай кезде кидің негізі? Уже 1-2 жылдай сотрудничество жасаймын магазиндермен, и уже 1-2 жыл болды, өте көп магазиндермен жұмыс жасаймын, и көп көйлекті киіп көргенім бар, ол рас. Жарайды, түсіндікті, иә. Қымбатты көрермен, дәл қазір Аружанның образын көрген едік. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман. Сен финалға дайындық қалай жалпы? Өте керемет, күшті, көңіл күйім деген. Қателеспесем, 3-ші орында тұрсың, иә? 3-ші орында. Бүгін 1-ші орынға шығуға мүмкіндік, соңғы кезең дефиле. Иә. Жалпы тәжді алу саған не береді? Тәж дегенде? Мис атану. Оның өзі бір атақ деп ойлаймын. Бір осы жерде сезім бағында осылай өнерімізді көрсетіп, жан-жақты, оның өзі бір сондай бір абырой деп ойлаймын, сезім бағында осылай корона тағып тұрғаның өзі. Осы миске қатысқаннан кейін халық сені несімен есте қалу керек жалпы? Несімен? Таноты алдың ба жалпы өзіңді? Иә, таноты алдым. Барынша мен қазақилықты ұстанған қызбын. Сол бойынша көбісі тани алды мені. Всегда қай өнерді жасамда да ою өрнекпен, болмаса қазақи нақыштағы заттармен шығатын. Ол халық бәрібір біліп отыр дегім келеді. Сәттілік бүгінге. Ассалаумағалейкум, Ислам, қалың қой? Уағалейкум ассалам, жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Шүкір, аман. Финалда ассалаумағалейкум, бірлік. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, қалың қой? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Бүгін финалда кімге қолдау білдіреміз? Кім тәжді алады деп ойлайсың? Енді бүгін негізі барлық қыздарға сәттілік тілеп келдім осы уақытқа дейін. Енді 3 фаворит көмек қолында создым дейсің ғой? Иә, көмек қолын создық. Енді барлық жігіттерге көмектесе алдық деп ойлаймын.
енді 3 фаворитқа шықты қазір. Ол Анара, Арай және Ұлжалғас. Осы 3 қыздың біреу алады, енді осы 3 қызға ғана 3 қызға сәттілік тілеймін. Бетон дейсің ғой. Ау? Бетон дейсің ғой. Иә, енді осы уақытқа дейін енді балдар бойынша да барлығын күшті атқарып келді деп ойлаймын. Осы миске қыздар қатысу арқылы өз-өздерінің басқа қырларын таныта алды ма? Әрине. Әрқайсысын жан-жағынан көрдік қой. Негізі Арайдан ондайды мен күтпеген едім, Анарадан күткен жоқпын негізі. Ұлжалғастан да тігін қасиеті бар екенін тоже білмедік. Негізі көп өнерлерін, алдағы болашақ жарларына, үміткерлеріне керемет бір не болды мынау бір